Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Біз бүгін Алматы қаласында орналасқан Аспан Алматы мейрамханасына келдік. Жеңгелеріңіздің туған күнін кішкене атап өтуге. Екеуміз ғана, қыз бен жігіт ұқсап. Бұл мейрамхананы біз не үшін таңдадық? Өйткені бұл жердегі әзірлететін тамақтардың барлығы максимально правильный питаниеге жақын. Яғни өздерінің еті, ол Абай облысында өсірілетін өздерінің жылқыларының мал фермасы бар екен. Сол жерден келетін ет және де максимально тұрғыда тамақтарына зиянды қоспалар қоспайды екен. Бұл қандай тамақ? Бізде стейк. Қандай? Яғни қазақша айтқан кезде бұл жылқының етінен жасалған стейк. Дәмін көреміз қазір. Сіздерге бөлсем. Тура осы сіздердің алдарыңыз. Дәмін көзіп жеп жүрейік. Бисмилля. Еті сондай жұмсақ, күшті. Вкус какой суперский. Классно. Сіздер дәмін көру керексіздер, честно. Одан кейін айта кететін нәрсе бағаларын негізі ресторандықымен салыстыратын болсаң, өте арзан. Келсеңіздер өздеріңіз байқайсыздар. Ресторанға келгеннен бастап бірден мындай чак-чак, бауырсақ, сосын мындай нәрсені бізге сыйға берді. Яғни біз бүгін заказ берген жоқпыз, біз тек мынаны заказ бердік, сосын балықтан жасалған бешбармақты, сосын салатты. Қалғандарын бізге чай заказ берді. Қалғандарын бізге тегін берді. Классно же, да? В общем, достар, бізге мындай ірімшік алып келді да. И ортасында, прикинь, домашний сметана ғой, кәдімгіше. Ананың дәмін бар ғой. Свежий домашний сметана. Ана ірімшікпен еңдерін айта алмаймын. Мен мынаны жеп көрген жоқпын. Қазір мына нәрсені сол сметанамен жеп көремін, қалай ойқы. Мынау жент. Прикиньте, мынау жент пен сметана. Жент, шоколад, сметана. Айбы. Бөлек болып отыр. Күшті да, супер. Попробовать надо все-таки. Бір жерге барып ерекше тамақ ішуді қалап жүрсеңіз, ол жерге келіп, менің сізге кеңесім жылқының етінен жасалған стейкті дәмін көріңіз.